2 сынып қазақ тілі 86 сабақ. Зат есім. Бүгінгі сабақта біз зат есімнің сөз табы екенін білетін боламыз және мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырамыз, оларға жауап беретін боламыз. 6-шы жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Жаңа оқу жылының алдында Тұмар анасымен дүкенге келді. Олар бірге киім таңдады. Бәрі жарасып тұр. Анашым, енді атам мен әжеме базарлық алайық, деді Тұмар. Өте дұрыс айтасың қызым, ол кісілерге қандай базарлық аламыз деп анасы қызын қуана құптады. Тұмар үйге кіре сала, ата, сізге базарлыққа ақ қалпақ, әжеме ақ жаулық әкелдік деп атасына күлімдеді. Күнім-ау, әкелген базарлығың үшін ақ батамды беремін, жақсы оқып қатарыңның алды бол, деп атасы маңдайынан сүйді. Әбдібай табылды. Мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақтар қойыңдар. Мәтінге ат қой. Базарлық. Базарлық деген не? Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атайды. Зат есімге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, адам, көгерсін. 7-ші жаттығу: өлеңді көшіріп жаз. Қозым дейді мен апам, қозым дейді мен атам. Сөздер не? Күлемін, қоз емеспін, білемін. Өтепберген Ақыпбекұлы. Өлеңнен зат есімдерді тап. Қозым сөзі зат есімдер бізде. Атам, апам, қозы сөздері зат есім. Асты сызылып тұр балалар. Қалай ойлайсыңдар? Ата-аналарың сендерді еркелеткенде неліктен ботам, құлыным, құлыншағым деп атайды? Өз ойларыңмен бөлсіңдер. 8-ші жаттығу: оңнан солға қарай оқыса да, солдан оңға қарай оқыса да өзгермейтін сөздерді тап. Қазақ, қызық, қырық, қалақ, керек, кесек деген сөздер балалар. 9-шы жаттығу: көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Керекті сөздер: аяғыңды, батыл, батыр, саусағыңды. Өс балам, өсе бер, батыр бол, палуан білекті. Батыл бол, таймас жүректі. Аяғыңды созайық, саусағыңды жазайық. Ақсандық, көксандық кітабынан.